Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар. Бүгін сіздерге Kahoot ойынын қалай құрастырамыз және қалай ойнаймыз сол жөнінде мәлімет беретін боламын. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Олай болса кеттік. Google-ға біз Kahoot деп ағылшынша жазамыз. Сөйтіп іздеу бөлімінен Kahoot-ты тауып бірінші регистрация жасап алуымыз керек. Мына жерде бірнеше түрі бар. Kahoot Play, Create деген түрлері. Play деген жаңағы ойнау, оқушылардың өзі осыған кіріп, жаңағы сіз берген кодты жазу арқылы ойнап кетеді, немесе Create деп сіз өзіңіз жүктеп алып, немесе осы жерге тіркеліп жасайтын боласыз. Біз біріншісіне өтейік Kahoot дегенде. Осында терезе ашылады, логин немесе sign up деген болады. Play деген қылса, ол оқушылар ойнап кететін болады. Енді мына жерде School Teachers бөлімдері бар, мұғалімдерге арналған. Енді мен тіркеліп қойған болатынмын. Google аккаунт арқылы тіркелген. Мына жерде өзі email-іңізді жазып, мына жерде логин дегенді бассаңыз тіркелуге болады. Немесе Continue with Google деп тіркелсеңіз де болады. Мен тіркеліп қойған болатын. Осындай страница ашылады. Алдында өздерінің рекламаларын жасайды. Біз рекламадан шығып кетейік. Қайтадан кірейік. Мінекей осындай терезе ашылды. Мына жерде жоғарыда бізде Column Discover деген бөлімдері бар. Мына жерде Add Name деп аты жөніңізді жазып қойсаңыз болады. Мына жерде барлығын бірінші танысып шығыңыз. Менің мына жерде жасалынған квиздардың түрі, міне See All деп көрсек, барлығы 9 квиз жасаған екенін бірінші. Book Question, English Test, Riddles, Alice in Wonderland, Arthur Conan Doyle, Isaac Quiz, мына жерде комментарды. Travel and Transport деп көріп жүріп, бұл мен жасап қойған екен. Мен сіздерге басқасын жасап көрсетейін. Яғни оңай түрі. Мына жерде ол үшін біз жаңадан жасау үшін Create деген бөлім басамыз және Kahoot деген басамыз. Kahoot-тың бұл жерде бірнеше түрі бар. Қазір мына жерде Create деген басамыз және сұрақ қойамыз. Жоғарыда математикалық, химиялық символдар бар. Әр пән өздеріне қатысты сұрақтарын жасаса болады. Мен енді бұл жерде квиз жасаған деп тұр, оңай жолын көрсетейін. Мен қазір ашып қойған менде маңаты жасап қойған екен. Енді осының қарымды болған сөздерді definition'ын табуға қойын. Network'ты қояйын. Network. Мына жерде жауаптарын жазамыз. Копировать етемін менде. Копировать етемін жазуға тура келмейді. A general word for Kahoot. Бұны қойсақ. Аша бермеу үшін бұл окошканы ашып, мына жерін телеп қойсақ болады екен. Бірінші жауап.
дұрыс жауабын белгілеу үшін біз мына жерде птичканы ұрамыз. Және мына жерге секунд тайм уақытын қоюға болады. 20 секунд бізге жетеді деп ойлаймын. Егер көп уақыт кетеді десеңіздер 30 секунд қоямын. Келесі add question деген сол жақтағы батырманы басып, келесі квизді жасайтын боламыз. Бұл екінші квиз, бұл сөз болады бізде traffic jam. Мына жерде енді дұрыс бөлінсе бар, оған 30 секунд қойылып барамыз. Келесі add question. Мына жерде true false деген түрінде көрсетіп жүре салайын. True false деп белгілесек, мына жерде сұрақ түрі бізде shortcuts болса, shortcuts. Негізі сұрақ қойсаңыздар болады. Мына жерде true false'дан shortcuts деген қасына, линиясына бұл деген сөз бізде the road that is quicker than the usual one. Яғни бұл сөз true болып тұр. True деген сөзді қойып, бұған 20 секунд жетеді. 20 секунд алып. Келесі add question, type of answer. Яғни сұраққа оқушылардың өзі жауап беретін болады. Осы жерге сұрақты біз мына жерде көрейік. Ашамын. Так, rush деген сұрақты қойып керек. Яғни оқушы мына жерге өзі аудармасын немесе definition'ын жазатын болады. Мына жерге толық жауапты өзіміз көрсетіп қойғымыз келсе, мына жерге жазып қоямыз. Ол дегеніміз бізде the time of day when there is a lot of traffic. Яғни бұл осы жауап қабылданатын болады оқушылардан. Келесі add questions. Слайдер деген бұл жаңағы жауабын мына жерге дейін созу арқылы бұны да көрсете салайын. Бұл жерде біз енді тағдары шағын ала салайық. Және answer бұл жерде біз часпик деген қазақша аудармасын жаза салайық. Час так, максимум 50 секунд деген, мына жерде өзінің жауабын ала жазу керек. Біз 50 секунд емес, бұны 30 секундқа қояйық. 50 секундтың ішінде мынау жүріп өткенше бала жауабын жазып үлгеру керек. Мына жерде 30 секунд қояйық. Келесі add question, бұл бізде puzzle. Puzzle'ды көрсетейін. Мына жерде бірінші сурет арқылы қою керек екен. Негізінде сурет қазір бар болса тауып бөлейін. Бірінші сөзді vehicles деп жазайық. Shortcuts. Мына жерде так, сұрағы бізде болсын. A general word for car
яғни бізде бұл болады vehicles жауабы болады. Vehicles. Сурет мына жерге қойса болады, плюс батырмасы басып. Мынаны алсақ, суреттен алсақ, көлік құралдары, яғни машинаға, көлікке қатысты жалғыз сөз деген сөз бізде vehicles болады. Так, add 3 answers in the correct order. Үш дұрыс жауап беруге де болады екен, және олар ойын барысында ауысып отырады, рандомно түсіп отырады түстері. Add question, мына жерде poll drop in дегендер, ашық сұрақ, brainstorm дегендер бізде жаңағы 4 жауаптың біреуі, мына жерде сөздердің шашылып жатуы, ашық сұрақ, және де brainstorm деген түрлері бар. Бұларды әлі қолданып көрмеген, мен көбінде осы quiz вариантын қолданамын. Quiz варианты оңай, бізде 4 жауаптың біреуі ғана дұрыс болады. Бізде енді жаңағы ең соңғы сөз vehicles қалған болатын. Осыны жазасалайық мына жерге. Бізде жауабы осы. Қалған жауаптарды жазып қоя салайық. Мына жерде бар, cars waiting to move. Және де мына жерде alarms a road that is quicker than the usual one. So mына жерде аламыз. The system for day in the is a lot of traffic. Так, дұрыс жауабы міне. Енді бұл жерде бұл бізде рандомда өзгеріп отырады сабақ, әр сабақта өзгеріп кезде. Қазір біз мына жерде 7 сұрақ істеппіз. 5 жетеді деп ойлаймын. Енді сіздер ары қарай өздеріңіздің фантазияларыңызға, сабақтарыңызға байланысты қоса берсеңіздер болады. Енді барлығы сұрақтарды қойып біткеннен кейін превьюді көріп алуға болады, қалай тұрғанын. Қазір көрсете салайын сіздерге. Мінекей осылай сұрақтар осылай болады. Енді мына жерде біз save деген сақтап жазып қоямыз. Fix мына жерде араластырып тастауымыз керек екен. Ашауға дегеннің жауабын араластыр дейді, fix дейді. Add more деп тұр, тағы да мына жерде жауап жаза салайық. General word for car. Тағы жауап. System of connected lines. Енді мына жерде fix араластыр дегеннің түсінбей жатырмын. Қайсы екенін мына жерде жауабымыз көрсетуіміз керек. Все. Мына сұрақтарды дұрыс істемегендіктен бізге мынаны сақтауға мүмкіндік беріліп жатыр. Fix деген бұл араластыр деген бізде жаңағы ашаланың несінің жауаптарын one or more answers are true when the answer is мына жауабы слайдерде жауабы көрсетілген. Қайтадан бізге осы өрілдерді дұрыстап өттіп
дұрыстауымыз керек. Мына жерде жаз деп тұр. Must be a number жауабы 5 деп қояйық. 5-ке барған кезде оқушының жауабы қабылданып керек. Одан кейін бізде жаңағы мына сұрақта жауабы слишком ұзақ деп тұр. Rush hour safe. It's like a thing. Жауабы тұр. Енді біз сейфті басайық. Бұл бізде grade 8. Бізде тақырыбымыз не екенін соны қоя салсақ болады. Рейтинг қоя салайын. Description сипаттаймыз. Бұл жерде words in context. Шөте не істеу керектігін сипаттайсыз, жаңа тақырып қойыңыз да континуумды жасағаннан кейін сізден қазір бұл жерде upgrade дегеніміз сатып ал деген сөз. Біз бұны сатып алмаймыз. Cancel деп жасаймыз. Соңында осында test this Kahoot немесе play-now деген тұрады. Біз бұны тест жасап көрсетейік. Яғни қалай ойнайтын жөнінде көрсетіледі сіздерге. Мына жерде үлкен экран сіздердің мұғалімнің экраны болады. Және сіздерге осы классик мод дегенді таңдау керек. Сол кезде сізге геймпин береді. Ол геймпинді оқушыларға бересіз. Мына жерде оқушылар жазады соны 154 47 немесе намазғасын көрдік. Немесе на QR кодпен кірсе де болады оқушылар. Оқушылардың қалай тұрып ойнау жүгін көрсетейік. Waiting for players деп тұрады сіздің экраныңыз бұл. Мына ар жақта үлкен тақтада көрсетілген дұрыс. Оқушы осы жерде өзінің аты жөнін кіреді. Деп бастап кіріп мына жерге тола бастайды. Бірнеше оқушы кіргеннен кейін сіз стартты басасыз. Одан кейін сұрақтарды оқушылар көре бастайды. Бірақ жауаптары оқушыларда көрінбейді, оларда фигура ретінде көрінеді. Vehicles деген мына жерде жауабы General Work біз жасылды басамыз. Бұл дұрыс жауабы болады. Келесі дегенді басасыз сіз. Next дейсіз. Бірінші орында кім тұрғаны осы жерде көрсетіледі. Мына жерде бірнеше оқушы болады. Мына жерде мен бір өзім ойнап өткен солай болды. Next'ті басу арқылы келесі Shortcuts. Shortcuts'та бұл True area. Осы True'ді басатын болады оқушынікі телефоннан кіреді. Осылай Next'ті басу арқылы оқушылардың сұрақтарға жауап беруді күтесіз. Және ең соңында Traffic Jam дегеніміз сары жауабын белгілейді оқушылар көрініп тұрады оқушыларда. Бұл жерде жылдамдық маңызды болып табылады оқушылардың тест ойлауға күшті. Бұл жерде код жауапты белгілеу керек. Осылай ең соңында подиум шығады. Подиумда 3-2-1 деп орындар бөлінеді. Аттары жазылады мына жерде және ол жерде ең маңыздысы бірінші орында тек қана бір оқушы өтіп, мына жерде типтерді де өзгертуге болады. Осылай ең соңында оқушылардың өткен жеңістері көрінетін болады. Сол орындарға қарай сіз өзіңіз сынақтарға бағаласаңыз болады. Енді сіздерге осыны сілтемесін қалай көшіріп керектігін көрсетейін. Мына жерде Share with others дегеніміз осы сілтемені басқалармен бөлісуге болады. Мына жерде via mail деген алып, мен өзімнің почтамды алып жазатын боламын. Сөйтіп почтаға жіберіп қоямыз. Почтамен алып, оны оқушыларға ашып көрсететін боламыз. Бұл жерде ең соңында дан басылады, себебі бұл сіздің қоржыныңызға түсетін болады. Яғни осы тақырыптағы
сабағымыз дайын тұр. Міне менде мына жерде қанша ойнағанын көрініп тұр. Ең көп ойнағанымыз біздің мына ойын болып тұр. Eyes Open Poker деген 21 оқушы ойнаған мына жерде. Көбісін көп ойнатпаған. 21 ойыншы ойнағанды көрсетіп жібере салайын. Яғни бұл бізде тоже квиз болатын. Мен оңай квиз жасалған. Тақырыбы болатын бізде Natural World деген тақырыбы. 16-шы тарау бойынша осы тақырыптағы сөздермен ойнауға болады. Мінекей осылай өз Kahoot программаларымызды ашып, тіркеп, осылай жасап алсаңыздар болады. Кез келген сыныпқа, кез келген тақырыпты жасап, қызықты өткізуге болады. Сіздерге сәттілік тілеймін. Осылай жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.